Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Әсем. Бүгін біз сырники жасаймыз. Сырниктеріміздің құрамына творог, жұмыртқа сарысы, қант ұнтағы, творожный сыр, ұн қажет. Егер де сіздердің творогтарыңыз сулы болса, онда сырник жақсы шықпайды. Ол үшін сіздер марлеге салып, творогтың суын қысып, құрғатып аласыздар. Осылай творогтарымыздың үстіне жұмыртқа сарысы, қант ұнтағы, ұнды, творожный сырды барлығын қосып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін тақтайдың бетіне ұн сеуіп, кішкентай бөліктердегі бөлінген творогтарымызды қойып шығамыз. Осылай екі жақтарын ұнға аунатып, дөңгелетіп, шеңбер пішіндес қыламыз. Және екі жағын жақсылап ұнға аунатып аламыз. Осылай көп мөлшерде сырниктарымызды жасап, тоңазытқышқа қатырып қоюымызға да болады. Сырниктарымыздың барлығын осылай жасап шықтық. Енді сырниктарымызды қуырамыз. Ол үшін табамызға сары май саламыз. Сары май ерігеннен кейін бір-бірден сырниктарымыздың барлығын салып шығамыз. Сары майға қуырған сырниктардың дәмі ерекше болады. Табамыздың бетін 5 минутқа жауып қоямыз. 5 минут өткеннен кейін сырниктарымыздың қақпағын ашып, екінші жағына аударып аламыз. Екінші жағы да қызарып піскенге дейін қақпағымен жауып қоямыз. Сырниктарымызды қуырған кезде баяу отқа қуырамыз. Сырниктарымыздың екі жағын осылай қызартып пісіріп аламыз. Сырниктарымыз 10-15 минутта дайын болды. Сырникті қаймақпен, жеміс тосаптарымен берсеңіздер болады. Сіздермен болған Әсем. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше күн жақсы.